біз елордамызда діни бірлестіктердің басшыларымен, сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдармен, сонымен қатар біршама қайырымдылық мекемелердің басшыларымен ревакцинация алуға келдік. Жалпы қазақ атам айтқандағыдай, тәні саудың дені сау демекші, жалпы елордалықтардың барлықтарын ревакцинация алуға шақырамыз. Бүгін осы дін істер басқармасымен бірге осы ревакцинация жасау шарасына қатысып жатырмыз. Бұл түсіндіру жұмыстарын біз елорданың мешіттерімізде, жамағаттарда бұны біз кеңінен түсіндіріп жатырмыз. Жалпы қазіргі уақытта осы жұқпалы аурудың алдын алатын бір шешім ол ревакцинацияны өту. Сондықтан біз елордалықтарды және осы қала тұрғындарын, жамағатымызды осы ем шараны қабылдауға шақырамыз. Православные христиане, так же как и все жители республики, прекрасно понимают опасность коронавирусной инфекции, и подавляющее большинство верующих, конечно, давно уже сделали вакцинацию, и многие уже прошли ревакцинацию. Вакцинация это такое уже явление, такое понятие, которое, мне кажется, в 21 веке не должно вызывать никаких вопросов. Конечно, вакцинация – это защита для здоровья и помощь ближним.